Бесіктен белі шықпай жатып, түрлі сұмдыққа баратын балалар көбейген. Тіпті балаларды зорлайтын болған. Ойын баласы ойына келгенді жасап, зәбір көрсетсе де, мұндай жағдайда заң әлсіз. Бірақ бұл мәселе бала психологиясына кері әсер етеді дейді ата-аналар. Толығырақ Бауыржан Жақсымбет тарқатады. Жүрегі қанжылаған ата-аналар қазіргі балалардың қауіпті ойындарын ашулы. Кәмелеттік жасқа жетпегендер арасында жыныстық қатынасқа итермелеу фактілері де көбейіпті. Ер баланың іш киімін шешіп, ойына келгенді жасап жүр дейді жәбірленуші баланың анасы. Сол шалаштың ішіне кіргізіп, іш киімін шешкізген. Ол балам шешпеймін десе, ұрам деген, балам қорққан іш киімін шешкен. Сол жаман әрекетін ойына жүзеге асырған. Сонда маған айтқаны, ол не субъект, біз уголовный іс қозғалмаймыз, потому что бала 10 жаста деп мені жылы жайлы жапсырып шығарып салды. Осы уақытқа дейін мұндай шағыммен немалши қорына 15 ата-ана жүгінген. Оларға қор мамандары заңның әлсіз екенін түсіндірген. Себебі кәмелеттік жасқа толмағандықтан қылмыстық іс қозғалмайды деген жауап алған. Ал ашуға булыққандар бұлай жалғаса берсе, келеңсіздікке тұсау бола алмай қаламыз ба деп қорқады. Дети подвергаются унизительным обследованиям. Балалар өте аянышты жағдайда тексерістен өтеді. Мүлде жағдай жасалмаған. Бұл да жеткіншектердің психологиясына қатты әсер етеді. Тергеушілер де ісіне салғырт қарап, кінәлілерді босатып жүруге тырысады. Сондықтан бұл жағдайлардың өршіп кетпеу үшін алдын алған дұрыс. Мамандардың айтуынша ең бірінші мұндай жағдайлардың көбеюіне ұялы телефондар кінәлі. Себебі ғаламтордан көрген дүниені ойын баласы жасап көруге тырысады деп отыр. Сонымен қатар бала тәрбиесіндегі немқұрайлылықтар да әсер ететіндігін жеткізді. Жыныстық зорлық-зомбылыққа душар болған балалар аулада емін-еркін ойнаудан қалған. Тіпті қатарластары сөйлесу тұрмақ, амандасудан алшақ жүреді екен. Бұл баланың қалыпты өмір сүруіне кері әсерін тигізеді дейді мамандар. Бауыржан Жақсымбет, Медет Исапанов, Айбат жаңалықтар қызметі. Жаңалықтарымызды Айбат YouTube каналымыздан көре аласыздар. Сонымен қатар Instagram, Facebook және Telegram парақшаларынан оқи аласыздар. Ең қызық жаңалықтан қалыс қалмау үшін қоңырауды басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіңіз.